Қайырлы күн, жас түлек. Сендермен бірге мен Ақерке Еркінбек. Алдағы уақытта қазақ әдебиеті пәнінен ұбт-ға бірге дайындалатын боламыз. Қазақ тілі мен әдебиетін таңдаған кез келген түлек үшін ұбт үлкен қорқыныш. Себебі мамандықтар саны аз, сәйкесінше оқушылардың жинау керек балының көрсеткіші өте жоғары. Алайда сен ол үшін уайымдама. Қазақта мынадай нақыл сөз бар ғой. Адамның жасағанын адам жасай алады. Яғни осы уақытқа дейін қаншама оқушы қазақ тілі мен әдебиеті немесе филология сынды мамандықтарға грантқа түсті. Сен де солардың бірі бола аласың. Ендеше өзіңе сенімді болсаң, алдағы уақытта әдебиет пәнін қалай оқитынымыз жөнінде түсінік беріп кетейін. Расында әдебиет өте күрделі пән. Біз оны жоққа шығара алмаймыз. Алайда әдебиетті оңай ететін мына кітаптар. ұбт-ға қазақ тілі мен әдебиетінен дайындалатын кез келген түлектің үстелі мынадай болуы тиіс. Себебі тесттегі сұрақтардың барлығы осы кітаптардан, яғни 5-ші сынып пен 11-ші сынып арасындағы қазақ тілі мен әдебиеті кітаптарынан алынады. Сонымен қатар мына жайтты еске сақтаңдар. Мектептердегі білім алу бағыты жаратылыстану әрі гуманитария болып екіге бөлінеді. Яғни қазақ тілі мен әдебиеті осы екі салада да оқытылады. Алайда гуманитария мен жаратылыстану бағытындағы қазақ тілі мен әдебиеті кітаптары бірдей емес, әртүрлі. Алайда осы екі түрлі кітаптардан да ұбт-ға тест құрастырыла береді. Сондықтан біз мейлінше барлық кітаптарды қамтып оқуымыз тиіс. Саған ең бірінші тапсырмам ол қолыңа 5-ші сынып пен 11-ші сынып арасындағы қазақ әдебиеті кітабын ал. Мейлінше барлық кітаптарды табуға әрі оларды оқуға тырыс. Алайда әрқайсысын бір оқып барлық тақырыптарды араластыруға болмайды. Себебі әр сыныпта не ақын, не жазушы жайлы білім тереңдетіліп беріледі. Мысал келтіріп көрейік, сендер Абай Құнанбаевты 5-ші сыныпта да, 6-ші сыныпта да және 9-ші сыныпта да оқисыңдар. Алайда әр сыныпта Абай Құнанбаев жайлы мәлімет әртүрлі, яғни үнемі толықтырылып отырады. Сонымен қатар Абайдың түрлі шығармалары мен өлеңдері қарастырылады. Яғни біздің басты ұстанымымыз кез келген тақырыпқа тестке дайындалу үшін сол тақырып кездесетін барлық сыныптағы кітаптарды оқып шығуымыз тиіс. Оқушылар мен барлық кітап пен тестте кездесетін басты мәліметтерді сендерге жинақтап түсіндіретін боламын. Алайда өздерің де ізденуді ешқашан тоқтатпаңдар. Сендерге қазақ әдебиеті пәнінен ұбт-ға қалай дайындалу керек екендігі түсінікті болса, ендеше бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ежелгі дәуір әдебиеті. Ежелгі дәуір әдебиеті 6-шы және 15-ші ғасырларды қамтып, өз арасында 3 кезеңге бөлінеді. Оқушылар мына жайтты еске сақтайық. Ежелгі дәуір әдебиеті кей кітапта 5 кезеңге, ал кей кітапта 3 кезеңге бөлінеді деп келтіріледі. Алайда дұрысы ол 3 кезеңге бөлінеді. Ежелгі дәуір әдебиеті 3 кезеңге бөлінеді және бүгінгі сабақта олардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын боламыз. Алғашқы кезең 6-шы және 9-шы ғасырлар аралығын қамтитын көне ескерткіштер. Біз көне ескерткіштерге Орхон Енисей өзенінің бойынан табылған Орхон жәдігерлерін, яғни Күлтегін жырын, Тоныкөк, Білге қаған дастандарын жатқызамыз. Сонымен қатар Қорқыт Ата кітабы да, Оғызнама да дәл осы кезеңге жатады. Ал келесі екінші кезең ол 10-шы және 11-ші ғасырларды қамтиды. Бұл кезеңдегі әдебиетті ислам дәуіріндегі әдебиет немесе қараханиттер дәуіріндегі әдебиет деп атайды. Бұл кезеңді біз көп жағдайда түркілердің қайтадан өрлеу кезеңі деп атай аламыз. 10-шы ғасырдың ортасында Шығыс Қазақстан мен Шығыс Түркістанда Қарахан мемлекеті құрылды.
Бұл кезеңдегі әдебиет сондықтан кейде Қараханидтер дәуіріндегі әдебиет деп те аталады. Сол дәуірдің ірі шығармаларына біз Әл-Фарабидің трактаттарын, Махмуд Қашқаридың түркі сөздерінің жинағын, Жүсіп Баласағұнның құтты білігін, Қожа Ахмет Яссауидің Диуани Хикметін және Сүлеймен Бақырғанидың Бақырғани кітабын жатқыза аламыз. Бұл еңбектер сол уақыттағы орта ғасырдағы түркі жазба әдебиетінің дамуына айтарлықтай үлес қосты десек болады. Ал үшінші кезең ол 13-ші және 15-ші ғасырды қамтиды. Біз бұл ғасырдағы әдебиетті хорезм немесе алтын орда дәуіріндегі әдебиет деп атаймыз. Дәл осы ғасырдың әдебиетіне біз Рабғузидің қиссаларын, Хорезмидің мұхаббатнамасын, Дүрбектің Жүсіп пен Зілиха шығармасын және де тағы басқа еңбектерді жатқыза аламыз. Жас түлек саған дәл осы үш кезең түсінікті болды деген ойдамын. Алдағы уақытта осы үш кезеңде қамтылған шығармаларға жеке-жеке тоқталамыз. Оқушылар, сендерге ежелгі дәуір әдебиетінің үш кезеңге бөлінуі түсінікті болды деген ойдамын. Алдағы уақытта біз дәл осы үш кезеңді қамтитын шығармаларға жеке-жеке тоқталатын боламын. Алайда мен айтқан тақырыптарды әрі шығармалардағы басты мәліметтерді жазып алуды ұмытпаңдар, себебі оның барлығы тестте келеді. Ендеше бүгінгі сабақта бірінші кезеңнің ерекше туындыларының бірі Алып ер-тоңға дастанына тоқталамыз. Алып ер-тоңға дастаны түркілердің аңызы мен шежіресін бай мұрасын көрсететін ерекше шығармалардың бірі. Шығарманың басты қаһарманы Алып ер-тоңа. Алып ер-тоңа түркілердің батыры әрі қаһарманы. Аты аңызға айналған түркі елінің билеушісі. Алып ер-тоңаны парсылар Афрасиаб деп атайды. Яғни ол Фердаусидің Шахнама еңбегіне Афрасиаб деген атпен енген. Бізге дастанның толық нұсқасы жетпеген, алайда тек үзінділері жеткен. Алып ер-тоңа Тұран мен Иран елі арасындағы соғыстарда ірі жеңістерге жетеді. Ал Алып ер-тоңа болса Тұран елінің билеушісі болады. Дастанда ер-тоңа атына алып сөзі қосылып айтылады. Ендеше мен сендерге алып сөзінің мағынасын түсіндіріп берейін. Жалпы түркі тайпаларында алып сөзі ержүрек, батыр, батыл деген мағынаны білдіреді. Бұл батырларға берілетін атақ. Түркілер өз батырларын алып сөзін қосып атайтын болған. Ендеше мысал келтіріп көрейік. Мәселен, алып тегін, алып арслан немесе алып бұқа. Дәл осы батырлардың аттарынан, яғни сол кезеңдегі нағыз батырларға алып сөзінің қосылып айтылатындығын ұғынамыз. Сонымен қатар мен сендерге Алып ер-тоңа дастанының үзіндісін беретін боламын. Дәл сол үзіндіні оқуды ұмытпаңдар. Ертеректе түркілердің ата мекені Тұран еліне ирандықтар шабуыл жасап маза бермейді. Олардың қыздарын, асыл мұйымдарын, қоңды малдарын шайпап кетеді. Сол заманда Тұран елінде арсандай айбарлы, жолбарыстай жүректі ер-тоңа деген батыр болады. Ер-тоңа елден көп әскер жинап, ирандықтарға ержүректілікпен қарсы шығады. Солайша ол өз елін қорғайды. Ал Алып ер-тоңа бір сапарда қайтыс болғанда түркі елі оған арнап қатты қайғырып жоқтау шығарады. Дәл осы Алып ер-тоңаны жоқтау елден елге, ауыздан ауызға тарап, солайша Махмуд Қашқаридің түркі сөздерінің жинағы еңбегіне, яғни Диуани лұғат ат-түрк еңбегіне енеді. Сонымен қатар Махмуд Қашқаридің түркі сөздерінің жинағы атты еңбегінде Алып ер-тоңаның, яғни Афрасиабтың қызы жайлы да ақпарат беріледі. Яғни ол ақпаратқа сүйенсек, Алып ер-тоңаның Қаз есімді қызы болыпты.
Сонымен қатар қаздың екі шаһары болыпты. Бірі Қаз ойын болса, екіншісі Қаз суы. Ол Қаз ойында мекен етіпті. Ал Қаз суы Іле өзенінің бойында орналасқан екен. Ал Қаздың күйеуі жайлы Шахнама кітабында айтылады. Қаздың күйеуінің есімі Сияуыш. Оқушылар, мен сендерді Алыбертоңа жоқтау жырының үзіндісімен таныстырайын. Дәл осы шумақтар тестте келген болатын. Алыбертоңаны жоқтау. Шеңгелін ажал салды ма? Алыбертоңаны алды ма? Сұм дүние артта қалды ма? Қайғылы жүрек жыртылдау. Бөрідей жұрт олысып, айқаймен жаға жыртысып, өкірген үнін өшіртіп, жылаған көзді жас өрер. Ерлікті қаза сынады. Бектерім жасым болады, бөрідей олып жылады. Жоқтады, жыртып жағасын. Ал дәл осы Алыбертоңаны жоқтау жырын қазақ тіліне аударған ол Асқар Егеубай. Дәл осы да тестте келеді. Жас түлек, тағы бір қайталап өтейін, сендерге Алыбертоңаны жоқтау жырының үзіндісін беремін. Дәл осы үзіндіні видео астынан көре аласыңдар. Дәл сол үзіндіні тағы бір қарап оқып шығуды ұмытпаңдар. Себебі оқысаңдар, ол сендердің естеріңде қалады, ал тесттен келсе оңай белгілей аласыңдар. Сонымен қатар тестте Алыбертоңа жайлы мынадай 3 ақпаратты сұрайды, яғни көп жауапты да келеді. Біріншіден, Алыбертоңа түркілердің көсемі. Екіншіден, Тұранның патшасы, ал үшіншіден, Фердаусидің Шахнама кітабына Афрасияб деген атпен енген болатын. Оқушылар, бүгінгі сабақта мен Алыбертоңа жайлы барлық ақпаратты беруге тырыстым. Алайда, жырды, яғни жоқтауды тағы бір оқып шығуды ұмытпаңдар. Мен айтқан әрбір мәліметті дәптерлеріңе түртіп алып, үнемі қайталап жүріңдер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.